Ниша таңдау. Ниша дегеніміз ол сіздің парақшаңыздың тақырыбы. Ниша таңдау ол фундамент, және ол өте маңызды. Нишаны қалай таңдаймыз? Қалай анықтаймыз? Ол біздің армандарымыз қандай, және сіздің мүмкіндіктеріңіз қандай. Сол екеуі кішкене болсын бір сәйкестікте болу керек. Мысалы, сіз психология жайлы жазғыңыз келеді, бірақ сіз психолог емес, бірақ сіз психология жайлы жазғыңыз келеді. Онда сіз әртүрлі бір статьялар, сондай расталған статьяларды бөлісуге болады. Немесе сіз мүмкіндіктеріңіз тамақ жасауға жақынсыз, өте әртүрлі тамақтарды жасауды жақсы көресіз. Онда сіз бір тамақ жайлы сондай рецепттер жинайтын әртүрлі ең жақсы және өзіңіз жасап көрген мүмкін болсын рецепттерді бөлісуге болады. Немесе сіз бір мамансыз. Мысалы, сіз осы диетология жайлы біліміңіз бар. Онда сіз осы диетолог болып бір парақша ашуға болады. Немесе сіз бір репетиторсыз. Онда сіз репетиторлық жайлы, осы қандай репетитор, мысалы математика жайлы ма, сол жайлы жазып, балаларды қалай дамытуға болады, сол жайлы жазуға болады. Немесе сіз осы қыдыруды, сапарларды, әртүрлі мемлекеттерді қыдыруды жақсы көресіз, сол жайлы жазуға болады. Ал армандарыңыз үлкен, бірақ біліміңіз біраз аздау болса, ол кезде сіз жұмыс барысында өзіңіздің біліміңізді толықтыруға болады. Өз мүмкіндіктеріңізді ескеріңіз, яғни сіз сатуға жақсысыз ба? Немесе сіз сондай коммуникативті адамсыз ба? Соны өзіңіз анықтаңыз, сіз өзіңізді жақсы білесіз. Мақсатты аудитория деген не? Мақсатты аудитория деген ол парақшаңыз кімге арналған? Және ол сіздің болашақ потенциалды клиентіңіз, потенциалды оқитын оқырманыңыз. Олардың жынысы, жасы, әлеуметтік жағдайы, қызығушылығы, отбасылық жағдайы, балалары бар ма, қаржылық жағдайы, жұмысы бар ма, сол барлығы мақсатты аудиторияны анықтау болып табылады. Ол сіздің қызмет немесе тауарыңызды, контентіңізді қызығушылықпен оқып және тұтынатындай, сатып алатындай сондай мақсатты аудитория. Сол үшін біз мақсатты аудиториямызды анықтап алу керекпіз. Оны анықтау өте маңызды, және сіз мақсатты аудиторияңызды толықтай анықтасаңыз, сіздің жұмысыңыз, сіздің таргет жарнамаңыз, әртүрлі жарнамаңыз барлығы берекелі болып отырады. Сол үшін мақсатты аудитория бас кезі қайдан табамыз? Оны біз блогерлерден, біздің мақсатты аудиториямызға ұқсайтын блогерлерден табуға болады. Және таргет арқылы жинаймыз. Сіздің контентіңіз, фото, видео, мәтін, тікелей эфирлеріңіз, сториздеріңіз, жазған посттарыңыз барлығы дерлік сіздің мақсатты аудиторияға арналу керек. Және сіздің мақсатты аудиторияңыз сіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді сатып алатындай болу қажет. Яғни сіздің мақсатты қазіргі тек қана оқитын, тек қана видео, фотоконтентті қарап жүретін аудиторияңыз болашақта сіздің потенциалды клиентіңіз. Сізден тауарыңыз болса, тауарыңызды сатып алатындай, қызмет түрі болса, қызмет түріңізді сатып алатындай сондай аудитория анықтап алу керек. Содан кейін сондай аудитория жинауымыз керек. Не үшін мақсаты? Бұл парақшаның мақсаты қандай? Сіз блогер боласыз ба? Немесе интернет-магазин бола ма? Немесе сіз өз мамандығыңызды дамытып, осы Инстаграм арқылы қосымша клиенттер табасыз ба? Бұл парақша кімге арналған? Мақсатты аудиторияңыз кім?
не жүргізесіз? Блог категориясына, блог типтеріне, түрлеріне ажыратыңыз. Бұл лайфстайл блог па? Бұл видео контентқа толы бір парақша бола ма? Немесе фото контентқа толы парақша бола ма? Бұл генератор сияқты парақша бола ма? Немесе бұл жеке күнделік ретінде жүргізілетін парақша бола ма? Сіз қай жолда дамисыз? Сіз қайда бара жатырсыз? Мақсатыңыз қандай? Қаншама уақыт арнайсыз? Осы парақша үшін қаншама уақыт сіз бөлуге дайынсыз күн сайын? Нақты қанша уақытта жетістікке жетесіз? Мысалы, 2000 оқырманға сіз қандай уақытта жеткіңіз келеді? 6 ай ма? Немесе 2000 немесе 5000 оқырманыңызға 1 жылда ма? Соны анықтап жазыңыз. Қандай мәселе шешемін парақшада? Осыған жауап беріңіз. Сіз осы парақшада адамдарға қажеттілік тудыратын тауарды сатасыз ба? Немесе соңғы сәндегі киімдер сатасыз ба? Немесе сіз білім бересіз ба? Немесе сіз қызықты ақпаратпен бөлісесіз ба? Және осыны барлығын анықтап, анық қандай ақпарат бөлісесіз, қандай тауар сатасыз деп ойлайсыз. Мысалы, сәнді тауар сатасыз, немесе оригиналды тауар сатасыз, немесе ең пайдалы ақпарат жазамын, немесе өз өмірімді қызықты етіп жазамын дегенде әртүрлі сондай анықтап жазасыз. Менен не сатып алады? Бұл жарнама, немесе тауар ма, не қызмет түрі ме? Кімдер сатып алады? Және осы сіз сатып жатқан тауар немесе қызмет жарнамаңызды кім сатып алады? Сол аудитория қандай? Оларды анықтап жазыңыз. Ниша мысалдары. Тамақ рецепттері. Бұл бір ниша. Сіз жарнама арқылы аудиторияңыз көбейгенде ақша табуыңыз мүмкін, және мастер-класс жасауыңыз мүмкін. Егер сізде бір опытыңыз болса, немесе біліміңіз болса, және оқу курстарында өткізуге болады. Мысалы, сізде бір жақсы орта немесе жоғарғы деңгейде біліміңіз болса. Екінші, бұл онлайн бизнес жасау жайлы. Яғни сіз сол жайлы жазуыңыз мүмкін. Бұл бір ниша, және қызмет түрін немесе соған жақын, нишаға жақын тауар сатуыңыз мүмкін, немесе аудиторияңыз көбейгенде жарнама жасау арқылы ақша табасыз. Күнделік блогы, яғни блогер, және косметика жайлы. Бұл екі ниша. Сіз жарнама арқылы ақша таба аласыз, мастер-класс беру арқылы, білім беру арқылы, яғни және тауар сату арқылы. Ол да сіздің нишаңызға жақын болу керек. Дін сұрақтары мен хадистер. Бұл екі ниша, дін сұрақтары мен хадистер. Сіз жарнама арқылы ақша таба аласыз, және осы нишаға жақын білім беру арқылы, және осы нишаға жақын тауар сату арқылы ақша таба аласыз. Жаңалықтар, Қазақстан бойынша күнделікті жаңалықтар. Бұл сіз жарнама арқылы аудиторияңыз көбейгенде ақша таба аласыз. Медицина жайлы ақпарат. Сіз бұл бір ниша, және сіз аудиторияңыз көбейгенде жарнама арқылы, және біліміңіз болса білім беру арқылы, қызмет түрі беру арқылы ақша таба аласыз. Және ол барлығы сіздің нишаңызға жақын болу керек. Сұлулық пен сән жайлы және косметика. Сол жайлы жазу. Ол үш ниша болып табылады. Және сіз жарнама беру арқылы, жарнама қабылдау арқылы ақша таба аласыз, немесе қызмет түрін беру арқылы, және бір білім беру арқылы ақша таба аласыз. Әрине, сіздің нишаңызға жақын болу қажет. Балалар киімі және балалар киімі жайлы ақпарат. Бұл екі ниша. Сіз интернет-магазинсіз, және балалар киімі жайлы оны қалай таңдау арқылы сондай әртүрлі жайлы ақпарат жазасыз. Бұл екі ниша болып табылады, және сіз ақшаны
жарнама арқылы табуыңыз мүмкін, және әрине бұл балалар киімін сату арқылы, тауар сату арқылы ақша табасыз. Баланың өсу кезеңдері, балаларды дамыту жайлы және ана жайлы ақпарат. Бұл 3 ниша. Яғни сіз осы жайлы жазасыз және аудиторияңыз көбейгенде жарнама арқылы, немесе қызмет түрін жасау арқылы, немесе бір осы нишаға жақын тауар сату арқылы ақша таба аласыз. Бұл 3 ниша болып табылады. Нишаны ең көбі 3 ниша болса жақсы. 1 нишамен, немесе 2 нишамен, немесе 3 нишамен жұмыс жасасаңыз жақсы. Одан көп ол жақсы емес. Және осы ниша мысалдары сізге дайын бизнес идеялар болып табылады. Ал өзіңізге дәл жақынырақ керек болса, онда сіз өзіңіз жеке индивидуалды түрде өзіңіз армандар арқылы, мүмкіндіктеріңіз арқылы өзіңіз ниша таңдайсыз.